Сәлем баршаға. Наурыз мерекесіне қарсы бүгін наурыз көже пісірдім. Наурыз көжені әр аймақта әртүрлі пісіреді. Ең бастысы құрамы 7 қоспадан кем болмау керек. Алдын ала уақытты үнемдеу үшін дәндерді осылай ыстық суға салып, бетін жауып 6-7 сағатқа немесе 1 түнге қойып қоюға болады. Мен тары, арпа, маш және жүгері қолдандым. Қазанға салқын су құйып, етті салып қайнатамыз. Көбікті толықтай қайнағаннан соң алу керек. Сол кезде қайта-қайта көбік жиналмайтын болады. Қайнаған соң отты баяулатып, дәміне қарай тұз салып, 2-2,5 сағатқа қойып қоямыз. Арада 2 сағат уақыт өткеннен кейін піскен етті сүзіп алып, қайнап тұрған бульонға жүгері мен тарыны салып, 10 минутқа орташа отқа қоямыз. Одан кейін маш және перловка саламыз. Көп адамдар маш салса жасыл түс береді деп қорқады. Машты жақсылап жуған кезде сорпаға жасыл түс бермейді. Менде 20-25 минут уақытта барлық дәндер пісіп шықты. Алдын ала суға салып алған соң осылай тез пісті. Сорпадан осылай кішкене ғана алып қаламыз. Одан кейін мен дайын азғантай ғана кеспе қостым. Сонымен тағы да 5 минутқа қалдырамыз. Алып қалған ыстық сорпаға айранды қосамыз. Осылай алдын ала араластырып алсақ, айран көженің ішінде іртік болып қалмайды. Лапша піскеннен соң туралған етті салып, оттан аламыз. Араластыра отырып, үстіне айранды қосамыз. Осымен біздің наурыз көже дайын болды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Ұлжанат Абайқызы.